Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы Жамбыл облысы Шу ауданына іс сапарымызбен келіп отырмыз. Келу мақсатымыз мынау Шу ауданында орналасқан, Шу ауданның орталығы Төле би елді мекенінде орналасқан мынау Бек Маханов атындағы гимназия мектебі. Біздің алдымыз бір журналистер келіп бұл мәселені көтерген болатын. Міне мына жерде журналистер тұр тағы да. Жүр. Міне журналистер тұр екен, ол кісілерді де кіргізбей жатыр. Кеше біз сапармен бұл Шу ауданына кеше келген болатынбыз. Қазір мына жерде журналистер тұр екен. Анықтай жатырмыз. Осы мектептің жағдайын, көтерілген мәселе бойынша ақпарат алу үшін біз кеше білім бөліміне барған болатынбыз Шу ауданының. Бірақ білім бөлімінің басшысы, жиі ауысатын білім бөлімі басшысының міндетін атқарушы. Бұл мемлекеттік мекеме ма? Дұрыс. Міндеті, міне 24-қа бар, сәлеметсіздер. Сөйлесейік та. Дұрыс. Жоқ, не мәселе сізге? Қандай рұқсат қағаз керек сізге? Мектеп қазір қатаң тыйым салды. Жоқ, қазір карантин ғой. Вообще бөгде адамдарға аналарға кіруге тыйым салды. Жоқ, енді біз қазір каникул ғой. Ашық бар, қазір каникул балалар. Каникул ғой. Қазір ешқандай оқушыларға қауіп төніп тұрған жоқ денсаулығына. Қазір каникул. Сондықтан сіздерден біз кеше білім. Неге айтып жатсыздар? Соны түсіндіріп айтыңызшы, неге кіргізбей жатсыздар? Бізде білім бөліміне рұқсатқа керек. Қандай рұқсат керек? Бізде ашық бар, бұл мемлекеттік мекеме. Бұл білім бөлімінің жекеменшігі ма? Білім бөліміне рұқсат қағаз керек. Жоқ, айтыңызшы, бұл білім бөлімінің жекеменшік мектебі ме? А неге біз рұқсат алуымыз керек? Әшейін емес қой, мәселе көтеріліп отыр. Алдарыңызда журналистер тұр. Неге сіздер кіргізбейсіздер? Айтыңыздаршы. Басшыны көтіңіздер, онда басшыны шақырайық. Басшы деген мектеп директоры ма? Шақыра қойыңызшы. Ол кісі өз жұмыс орнында жоқ па? Білім бөліміне кеткен. Білім бөліміне? Міне, құрметті көрермендер, бүгін кеше біз осы мәселе бойынша білім бөліміне келген болатын Шу ауданының, бірақ білім жиі ауысатын басшының міндетін атқарушы Перизат ханым рұқсатты бере алмаймыз деп отыр, себебі түсініксіз. Міне, кіргізбей тұрмыз деп өздері мойындайды. Ол кісі өз тарапынан білім жаңағы міндетін атқарушы Перизат ханым Жамбыл облысы білім басқармасына хабарласқан болатын, бірақ білім басқармасы рұқсат бермеген сыңайлы, себебі міне жағдай осылай. Не себепті кіргізбей тұрсыз? Қалай басшыдан білім бөлімінде, сонда бұл жекеменшік па? Әлде бір біз частный территорияға келіп тұрмыз ба? Қалай? Жоқ, сіздердің мектептеріңіз туралы әлеуметтік желіде өткендегі шағымдары туралы білесіз ба? Білесіз бе? Соған біз көз жеткізу үшін келіп тұрмыз. Анықтау үшін. Көрейік, сондай расында сондай ма, ондай емес па? Неге егер сіздерде жасыратын ештеңе жоқ болса, бәрі дұрыс болса кіргізбей тұрсыздар? Жасыратын түкте жоқ, бірақ біріне кіргізбеңіздер деп отырған. Кім айтты қазір сізге кіргізбеңіз деп? Кім айтқан? Басшы, директор. Кім аты жөні ол кісінің? Мұстаев Азиза Тоқсабаева. Бұл Азиз... Рұқсат қағаз болу керек дейді. Қандай рұқсат қағаз? Өткенде журналистер де білім бөліміне барған. Жоқ, қандай рұқсат қағаз? Бұл мемлекеттік мекеме ғой бұл. Қалай? Сізге ашық тұр міне. Ашықпен қазір кез келген жерге кіруге болады. Мен вакцинированный мысалы, маскамен келіп тұрмыз. Не себепті бұндай кіргізбей жатыр? Каникул кезі оқушылар жоқ. Ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқпыз. Оқушылар бар, бізде қосымша сабақ. Олқылықтарды жою бойынша, расписание бойынша сабақ жүріп жатыр. Қазір каникул болса да бізде сабақ болып жатыр. Өйткені 2 жыл карантинде отырдық, сол кездегі жіберілген олқылықтардың орнын толтыру үшін бізде қиын пәндерде сабақтар жүргізіліп жатыр. Ол міндетті түрде ме, әлде қалауымен ба? Оқушының қалауымен ба? Оқушының қалауымен, е? Қазір қанша оқушы отыр мектептің ішінде? Әр сыныптан 7-8 оқушыдан отыр. Бұл енді сіз айтасыз, мектеп директоры Азиза ханым рұқсат бермей жатыр. Бұл Азиза ханымның жеке меншілігі ме?
жеке меншік емес, бірақ онда да білім бөлімінен рұқсат болу керек дейді. Өткендегі келген журналистерді бізге премьер қыла бермеңізші, біз сізден өтінеміз. Мейлі алып келсе өздері біледі. А бұл жекеменшік мекеме емес, сондықтан бұған рұқсат қажеттілік тілемейді. Білім бөлімінен рұқсат қағаз алып келіңіздер. Қандай рұқсат? Біз алып келмейміз. Сізге сондай қандай қағаз ол? Айтыңызшы, қалай білмейсіз сіз? Мектептің қызметкерісіз, мекеме басшысының орынбасарымын деп тұрсыз. Бізде санкцияның 36-шы бұйрығында бөгде адамдар, тіпті ата-аналарды кіруге. Егер ашық болса, егер қажеттілік болса, кіруге неге қалай болмайды? Міне ашықты не үшін қойдыңыздар? Біз жеке-жең жай-жай Ашық кіріп жатқан жоқпыз. Мұғалімдерге? Сіздер ата-аналар директормен сөйлесетін жағдайда қалай болады жағдай? Ашықпен тіркеліп, рұқсат берген. Кімге тіркеледі? Мына жерде тіркеледі. Енді Тіркелейік та бізде. Сіз енді орынбасар емессіз ғой? Директор жоқ қой. Енді Енді сіз орынбасарсыз ғой. Орынбасары деген кім ол? Біз шешіп алайық сенден. Міне тағы да кешегідей жағдай орын алып отыр. Міне іште оқушылар бар дейді, бірақ соған қарамай мектеп есігі қайта құлтаулы. Бұл не деген сұмдық жалпы? Мен түсіне алар емеспін. Мынау мектептің жағдайы, мынау гимназия дейді. Гимназия мектебі, осы жерде жаңағы күрделі құрылыс жұмыстары жүргізілген дейді. Енді жалпы терезелер ауысқаны ғана көрініп тұр, ал осы тікелей эфирімнің астында мен алдыңғы журналистердің түсірген видеосын салатын боламын, скриншоттарын салатын боламын. Мынандай бассыздыққа жол беріп отырған Жамбыл облысының білім басқармасына үлкен сын болды. Мынау не масқара, не сұмдық. Нені жауып, нені білдірмей қоймақшысыздар. Біз кеше келген болатынбыз бұнда, Шу ауданына. Сөйтіп, осындай мәселе орын алатын біз заране біліп, білім бөліміне кірген болатынбыз басшысына. Сөйтсек, жаңа біз білім басқармасына звондады Жамбыл облысы Таразға. Ол кісілер біз рұқсат бере алмаймыз деп айтып отыр. Неге? Білмедім. Хорошо, қағаз жүзінде ақпарат беріңіздер десем, қағаз жүзінде де бермеді. Ол не деген сөз? Бұны қалай жорамалдауға болады? Қандай рұқсат қағаз? Қандай рұқсат қағаз? Міне мынандай осындай комедия көргенсіздер ма? Рұқсат қағаз сұрап тұр. Міне бір қауым журналистер тұр. Кіре алмаймыз. Бұл сіздер 24 хабар ма? Сіздерге мынандай ұсыныс жасасам. Полицияға барып 158 УК-РК 158 бап воспрепятствие законной профессиональной деятельности журналиста. Правильно? Потому что реально біздің жұмысымызға қазір кедергі келтіріп тұр. Бұл жекеменшік мекеме емес. Мемлекеттің қаржысы жұмсалған, 188 миллионға жуық қаржы жұмсалған. Видеода көрдіңіздер ғой, қандай халде мынау мектеп. Бұл еще гимназия деген атауы бар. Қандай мысалға канализациясы жоқ, көрдіңіздер видеода. Бейнетаспада көрдіңіздер. Жаңағы сыртына құйып жатыр. Осыған орай полиция жаңа бөлімшесіне барып арыздануға тура келеді. Себебі мынандай бассыздықты енді мен расында Қазақстан Республикасын шарлап жүр көрген емеспін. Жамбыл облысы әйтеуір жаңалыққа толы ғой, біресе жарат, біресе мектебін құлтайды. Қазір біз тағы да тікелей эфирге қосыламыз, құрметті көрермендерім. Қазірше біз полиция бөлімшесіне барып арызданайық.